Сәлем достар, бүгін біз сіздермен шоколадты қытырлақ печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге қопсытқыш, жұмыртқа, қант, маргарин, ұн және шоколад қажет. Ең алдымен маргарин мен шоколадымызды бір ыдысқа салып дайындап аламыз. Маргарин мен шоколадымызды микротолқынды пешке салып қыздырып ерітеміз. Немесе газда қыздырып ерітсеңіздер де болады. Егер пеште ерітсеңіздер 20-30 секунд сайын шығарып, жақсылап араластырып отыру қажет. Осылай видеодағыдай сұйық етіп, жақсылап араластырып дайындаймыз. Келесі кезекте жұмыртқамызды осылай жарып алып, үстіне қантымызды қосып, жақсылап венчикпен немесе миксермен араластырамыз. Қантымыз маргаринге жақсылап ергенше осылай венчикпен ұзақ уақыт араластырамыз, ақ көпіршік пайда болғанға дейін. Одан соң оның үстіне шоколадты сұйықтығымызды қосып, араластыруды жалғастырамыз. Шоколадты қоспамыз дайын болған соң, оның үстіне ұнымызды сәл-сәлден салып, венчикпен араластырып отырамыз. Осылай бірнеше мәрте ұнымызды сәл-сәлден қосып, араластырып, сұйықтығымызды дайындап алған соң, үстіне разрыхитель қосып, венчикпен тағы да бірнеше мәрте жақсылап сіңгенше араластырып дайындаймыз. Дайын болған сұйықтығымызды осылай табамызға пергамент қағазын салып алған соң, қасықпен домалақтап құйып шығамыз. Құйған сәтте міндетті түрде арасында ашық орын болу қажет, себебі пеште піскен кезде маргариніміз толықтай еріп, оның көлемі үлкейеді. Шоколадты печеньемізді қызып тұрған пешке 180 градуста 15-20 минуттай уақытқа салып пісіріп аламыз. Шоколадты қытырлақ печеньеміз дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер.